Қайырлы күн жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Міне, сүліктің де өзінің әртүрлі характермен болады. Біреу қараңыз, біреу жатыр, жұмыс жасап жатыр, біреу отырып жұмыс жасап жатыр. Бұлардың да есту қабілеті бар, сезу қабілеті бар. Сондықтан сүліктің өзінің құрылысы, дене бітімі әртүрлі болады. Мысалы, бір отбасында әртүрлі болады ғой, балалар өскен кезде. Мінез құлқымен, сол сияқты сүліктің де өзінің мінез құлқылары болады, қараңыздар. Жақсы жұмыс жасап жатыр. Біріншіден сүлік қанды сұйылтады, қан айналымын жақсартады, суықты алады, иммунитетті көтереді, гормоныңды қалпына келтіреді және иммунитетті көтере отырып паразиттерді өлтіреді.